Сан мен сапа, талап пен міндет. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы аясында салынған үйлердің сапасына шағым неге көп? Орын алған олқылықтарға кім жауапты? Бармақ басты көз қыстылықтың нәтижесі ме бұл, әлде арзанның сорпасы татымасын ескермедік пе? Ендеше дәл осы сауалдарды бүгін ортаға тастасақ. Ассалаумағалейкум ағайын. Арма қымбатты көрермен. Астана қаласы нөмірі 187-ші көше бойындағы тұрғын үйлер таяуда қолданысқа берілген болатын. Дегенмен, осы берілген үйлердің сапасына тұрғындардың көңілі толмай отыр. Олардың айтуынша, үйдің құрылысы толық бітпеген. Ендеше мән жайға қанығу үшін алдымен экранға назар аударайық. Бізге бергенде мына үйдің есігі мынандай есік. Мына есікмен міне өзім 31 мыңға салғыздым міне. Қараңдар. 33 жыл бойы ұстаздық еткен Мапура Танкен қызы мемлекеттік бағдарлама бойынша бір бөлмелі пәтер алғанда шексіз қуанған еді. Алайда жаңа баспананың жағдайын көргенде зейнеткердің қуанышы су сепкендей басылады. Мынау пенопластина бетіп ұрғанда қолдың ізі қалып жатыр міне. Мынау гипсокартон ар жағын бәрі қуысыз. Мына жерден жел ұрып тұр. Міне сұп-суық. 35 шаршы метрді құрайтын бұл пәтердің құны 1.978.000. Ақшасы толықтай өтелген үйдің қағаз жүзіндегі жобасынан ауылы тым алыс болып шықты. Әлі күнге дейін ыстық су тартылмаған, құбырлары да сапасыз. Мына үйдің ортасы бөлінбеген. Кухня студия, то кухня студия маған қажет не? Мына жерде кухня болмағаннан кейін бөлінбеген. Мына үйдің арасы өзі бір бөлмелей. Мынаны ішіне мен не істеймін мысалы? Мапура апайымыз бүгін біздің студиямызға келіп тұр екен. Ендеше барлық мән жайды сол кісінің өз аузынан естісек. Ендеше қарсы алыңыздар Мапура Танкен қызы. Қош келдіңіз, Мапура апай. Жоғары шығыңыз. Кеш жарық. Білуімізше желтоқсанның 15-інде беріліпті пайдалануға. Бірақ әлі қоныстанып үлгірмепсіздер. Сонда басты мәселе осы үйдің сапасының нашар болуында болып тұр ғой. Иә. Басты мәселе осы үйдің сапасы салынғанында. Мемлекеттік бағдарламамен алған үйдің ешқандай несі жоқ, сапасы жоқ. Ол үйде тұру мүмкін емес тіптен. Анау балконның арасы қақырайып ашылып жатыр. Терезенің астының бәрі мынандай пенопластпен еған, бұл не жер ұстамайды, жер саулап тұр мінекей. Суық па? Суық, минус 5 градус, мен жаңа өлшеп келдім. Минус 5 градус болып тұр, бұл пәтердің ішінде? Иә, пәтердің ішінде. Бөлінбеген деп айттыңыз арасы? Ортасы бөлінбеген үйдің. Негізі не бойынша, план бойынша мынандай болып бөліну керек үй. А ол бөлінбеген. Оны мен мысалы қазір зейнеткенмін, мен бөле алмаймын оны. Оған менің шамам келмейді. Жаңадан салынып жатқан үйлердің бөлме аралық жаңа қабырғалары пенопласттан болады. Яғни, ал сіздерде сыртқы қабырғалардың өзі пенопласттан деп айтып жатыр. Сыртқы қабырғаның өзі сол бір-бір кірпіштен салынған үйдің сыртқы нелері. Арасы ортасы менің асты шақты. Жаңағы терезенің асты, қабырғаның бәрі шақты, оның ішінде ешқандай не жоқ. Астына қолыңызда тұрған материалдық сол үйде? Міне мынау сол жаңағы терезенің астынан осындай заттармен бітеген. Оның өзін дұрыс, егер дұрыс неғанда да мүмкін жел соқпаса, мына бәрі міне осы Сарыарқаның сақындағы сараязына осы келе ме? Мен түсінбеймін. Терезенің бәрі Қытайдың пластикалық терезелерінен салынған, ол менің ойымша ешқандай неге жатпайды. Мапура апай, бұл үйдің толық жаңағы ақысын төледіңіздер ғой, е? Енді біз зейнеткер жасында болғаннан кейін егер толық төлемесеңіздер, бізге не бермеді? Ипотека бермеді. Қаншаға шықты? Біздің білуімізше бұл 1.977.000 ақш доллары дейді. Иә, 14 мың ақш доллары, 1.978.000. Енді бұл көп демес сияқты. 14 мың ақш долларына бір бөлмелі пәтер алу қазір екінің біріне бұйыра бермеген бақ сияқты. Енді екінің біріне бұйыра бермеген бақ болса, енді ол анандай үйде тұрып, қайдан біз бақыт табамыз, ауру табамыз ғой ол үйде. Енді қайырлысам бүтін қыл дейді қазақ. Енді бәрібір жаңа үйге кірген екен, бәрібір ол күрделі жөндеу жасау міндет. Жоқ, енді сонда күрделі жөндеу жасап болғанда сол екі жұмыс қылып,
үкіметтің қаншама материалын шығын қылып соны бірақ жасауға болады ғой дұрыстап. Егер тіпті ақшамыз жетпей барса үстіне қосайық. Ал енді сонда да бізге сапалы жасап беруге болады ғой. Екінің бірінің қолынан оның бәрін жасау келмейді мысалы. Бұл сіздің басыңыздағы ғана жағдай ма? Сіз мына көршілеріңіздің үйіне бас сұғып көрдіңіз бе? Көрдім. Сол біздің маңайымыздағы 5-6 үйдің бәрінің жағдайы осындай. Осындай дейсіз, иә? Бәрі осындай жағдай. Сіздің көршілеріңіз де бүгін біздің студиямызда отыр екен. Ендеше өздеріңізден сұрап көрсек. Біздің үйде менікі 38 квадрат. 2.200.000 төледім. Маған енді 202 миллион тағы да соған ремонт істеуім керек. Сонда мен неше миллион? 5 миллионға шығын керек. Мен оны ақшаны қайдан табуым керек? Қалай ойлайсыздар? Есіктің тұр анау әлі 10 кіші жалдаймын мен оған. Сонда мен ненде пайда таптым сол үйден. 43 жыл рөлде жүріп, халық үшін еңбек еткен пайдамды тапқаным сол ма сонда? Есікті айтып қалдыңыз өз үйіңізде. Енді есікті қазір барып көрсеңіздер, ана кісінің есігі ол бер жағы. Біздікі есіктер осы далада жатқан. Қолдан мысалы жаңа темірес салдырдық, ол білесіз қанша тұратын. Жақсы. Аға, апайымыздан да сұрасақ, үйдің іші бөлінбеген деп жатыр. Кухня студия жасапты дейді. Сіздерде қанша бөлме және іші бөлінген бе? Менікі 2 бөлмелі пәтер, ортасы бөлінбеген. Үлкен зал болып тұр ғой. Солай болып тұр. Ортасы бөлінбеген, балконы да жоқ үйдің. Перегородкасы да жоқ үйдің. Не кладовкасы ештеңесі қаралынбаған. Енді одан бұрын әлі кірген де жоқпыз. Кірмеген себебіміз үйдің іші суық. Әнеугі аяздарда ішіне қар кіріп кетті. Енді соны қоныстанған кісілер бар ма? Бірең сары адамдар бар, тұрып атқан адамдар шамалы, өйткені әнеугі қатты аяздар болғанда ішіне қар кіріп тұр. Мапура апайымыз айтып жатыр, ішінде тіпті су құбырларының өзі дұрыс жүргізілмеген, канализациясы қосылмаған деп жатыр. Сіздерде де солай ма? Басында былай қарасаңыз, сыртың үй әдемі, кірпіш сырты. Сосын жақында мына көршілерден ғана білдім, жаңағы бір стенкасы дала жаққа, сол жарты кірпіш, ортасы жаңа мына кісі айтып отыр ғой, шахта, содан кейін бер жағы гипсокартон екен. Енді соны білгеннен кейін мен енді осы күнде қорқатын болдым. Өйткені мынау потологының бәрі бетон ғой. Ол енді мен өзім ойлаймын. Мынау қаншама кірпіш экономия етілді, қаншама ол жаңағы асты пустоты болды. Ана ол мынау основаниясы енді фундамент жақсы болмағаннан кейін ертең ол құламай ма? Менде сондай қалып бар. Бас тартуға болмай ма? Қалай бас тартамыз? Енді мен, например, енді осы 8 жылдық өз по квартирам осы үйде. Менің жолдасым тоже мұғалім осы академияда. Мен осы дәрігермін. Енді осы жаңағы осы қуанып қол жеткізген үйіміз дейсіз. Мүмкін көршілер түзеледі дейді ғой енді. Мүмкін су құбырлары, ыстық су уақыт өте келе келетін шығар. Жоқ, ыстық су келеді ғой. Әзірге шыдам керек шығар енді. Жоқ, мен жаңа сосын мен бір айтайын дегенім, біздің мынау технический паспортымыз бар қолымызда. Ол жерде черным по белым жазылып тұр. Мінеке кухням бәлен квадрат, жилая комната столько-то квадратов, арасы бөлінген, прихожая столько-то пунктиром тұр ғой. Енді сол жерде егер осылай жазылса техпаспортта юридической точки зрения, бұл значит оған кірпіштен заңсыз болып тұр ғой. Демек техникалық құжатқа сәйкес келмей тұр. Бұған бөлінген ақша біздің, например, президент госпрограммамен осы мұғалімдер мен дәрігерлерге ол айтпаған шығар. Анау мыналар, значит, мен, например, оскорблена, например. Біздің мұғалім мен дәрігерлеріне өмір бақи осылай, например, өмірімізді осылай бір халыққа біз осылай қызмет жатып, сонда бізге государство, например, өстіп наплевательское отношение болғанға мен өте енді осы мәселенің өзін тегін беріп отырған жоқ деген мәселе туындайды. Астана қаласы құрылыс басқармасынан келіп отырған Қуандық мырзадан сұрасақ. Қуандық мырза, осы іске байланысты, осы мәселеге байланысты алып қосарыңыз бар шығар енді? Мемлекеттік бағдарлама бойынша 2008-2010 біз 454 шаршы метр пәтер беру керекпіз. Осы биыл 122 мың квадрат тапсырылды. Арасында осындай пәтерлер бар. Мойындайсыз ғой осындай пәтерлердің бар екен. Кемшіліктер бар. Оны қазір әр мердігер шарт бойынша 2 жылдық кепілдігі бар. Бұған құрылыс басқармасының ешқандай қатысы жоқ па, жоқ әлде? Бар, қатысы бар. Қазір ол мәселен шешілді. Қазір мердігерді шақырттық. Бүкіл Қуандық мырза, енді ол дұрыс қой, қателіктер жіберілуі мүмкін, бірақ енді арнайы мемлекеттік комиссия бар емес пе? Осы үйді қабылдап алған. Енді мемлекеттік комиссия қабылдады дейді. Оның қатарында өздеріңіз де барсыздар. Өзіміз де бармыз, бүкіл қаланың. Сонда көз жұмып қараған болып тұрсыздар ма, жоқ әлде әлгіндегі қабылдап алатын кезде? Айта кететін мәселе, бір шаршы метрдің құны 56.515 теңге. Қазір нарықты есеппен бойынша алсақ, коммерциялық тұрғын үйлер бар ғой, олар 100 мыңнан арзан таба алмайсыздар. Сондықтан мердігерлер
бүкіл материалды бәрін арзан сатып алуға мәжбүр болды. Мердігерлер арзан сатып алуға мәжбүр болып дейді. Мапур апайымыз айтып отыр, енді Қытайдан келген материалдарды қолданыпты деп отырсыз. Демек, сіздің ойыңызша мұның өзі заңды нәрсе. Енді қазір рынокқа барсаңыздар, бәрі қытайский материал. Ал бірақ жоба бойынша мынау арзан қол материалдарды қолдануға рұқсат берілген ғой сонда? Жоба бойынша берілген. Ендеше дәл қазір енді осы мәселенің мән жайын сіз мердігер деп қалдыңыз. Енді осы үйді, тұрғын үйді салушы, яғни мердігер компания Норд Диалог жауапкершілігі шектелген серіктестігінің бастығы Ербол Қалдыбек мырзаны ортаға шақырсақ. Сіздердің үйлеріңізді салып берген компанияның басшысы. Ербол аға, қош келдіңіз. Жоғары шығыңыз. Тұрғындардың айқай-шуын естіп отырсыз. Әрине, енді біз жақтан кепшілік болса, біз ол кепшілік бәрін 2 жыл бізде гарантия сұрақ бар. Сол ішінде біз сіздерге оны орындап береміз. Және де мен айтар кетерім, сіз алып атқан пәтеріңіз, бұл президенттік бағдарламамен істеліп отқан іс, $380 шаршы метрден сатылып, біз сіздерге құрастырып береміз. Сол себептен мен айтарым, біздің сапамыз нашар деп айтуға болмайды. Оны дәлелдеу керек. Енді қараңыз, ішкі қабырғаларының жасалатын дүние сыртқы қабырғасына тура сол материалдан салынған деп Мапур апайымыз дәлелдеп отыр. Қалай оны дәлелсіз деп айтамыз? Сыртқы қабырғаның несі шақты ғой, енді ол желеулеп тұр, енді ол қалай ең болмаса ішкі жағын емес сыртқы жағын дұрыстап бітемейсіздер ме, чтоб суық келмеу үшін? Енді ол қар кіріп тұрған жерді әрине оның бәрін әлі қарастырармыз сіздермен. Бірақ жаңағы сіз айтып бір кірпіштен салынады. Ол бір кірпіштен салынбаса ол үй бітпейтін еді, ол құлап қалатын еді ол үй, білесіз бе? Демек бір кірпіштен салынбаған ғой? Бір кірпіштен салынбаған. Оны дәлелдеу бәрі бар, оның экспертизалары бар. Ал үйдің ішін бөлінбегендігін қалай түсіндіресіз? Үйдің ішін бөлінбеген себебі 2006 жылы бізде МРП бізде МРП төмен болған, 1030 теңге болған. Қазір 1512 теңге. Басқа фирмаларда нелерде бөлінген бе, бөлінбеген бе? Бөлінген басқа фирмаларда, мен сізге айтайын, мана тендер ұтқан басқа фирма, олар әлі дұрыс үйді бітіре алмай жатыр. Сол себептен ол кісілер қанша ақша бөлінді, сол жерге үйлерін қойды да, қалған жер тоқтап тұр. Қайта біз ертерек бітіріп бердік деп жатыр тұрғындар. Енді олай ертерек көршілеріміз найза құрылыс деген құрысқан үй бар. Солардың межкомтың перегородкада қойылған, темір есік қойылған, сонда олар бәрін ыстық суда біздің ерте беріп қойды. Сонда олар неге ақша көбірек бөлінген оларға? Оларға ақша бірдей бөлінген, бірақ олар үйін толық бітірген жоқ. Енді жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, 2 жылдың ішінде біз кепілдік берген, біз 2 жылға 2 жылдың ішінде түзету жұмыстарын жүргіземіз дедіңіз. Толығымен салып бітіп тұрған үйдің мынау қабырғаларын, сыртқы қабырғалар салынып қойса, жұқа болса, оны қалай түзетуге болады? Мен жаңа айтып кеттім ғой басында. Ол қабырғамыз жұқа, бір кірпіштен тұрса, ол үй тұрмайтын еді. 5 этажды, 4 этажды үй ешқашан шыдаймайды оған. Қуандық мырза, сіз қандай ой қосасыз? Енді білуімізше сізде мынау мемлекеттік қабылдау алатын комиссияның құрамында болғансыз. Негізгі жауапкершілік артқан саладан келіп отырғаннан кейін сіздің үндемей қалуыңызға болмайды мұндай жерде. Сол жаңа айтқандай, 1 шаршы метр арзан болғандықтан бізде көтері құрылымдар бәрі, протокол испытаний бәрі өткен, качество жағынан гарантия бар. Сол жаңа отделочный работағаны кішкене қателіктер бар. Жарайды, енді 56 мың дейлік, 56.565 теңге. Сол материалдар алынып салынды, бірақ сол материалдардың өзіне жақсылап сапалы етіп салуға болар еді ғой. Басқа фирмалар салып жатыр мәселен. Көңіл толып отқан кісілер де бар. Бұл жерде мынау бармақ басты көз қыстылыққа кішкене жол берілген жоқ па? Жоқ, ондай болу мүмкін емес. Мен сізге айтайын, біздің мынау қалада коммерческий жильеміз, недвижимость $1200 құрайды. 1 шаршы метр. 1200 170 мың теңге. Ал біздің салып атқанымыз 56 мың теңге. Сол кезде соның айырмашылығы бар ма? Соны маған түсіндіріп бересіздер ме? Демек сіз бұл жерде тәубе деу керек дегенге меңдеп тұрсыз ғой? Мен соны айтамын, тәубе деу керек. Мапур апай, мына тұрғын үй бағдарламасы бойынша мынау Есілдің сол жағалауында кейбіреулер әлі бітпеген. 2006, 2005, 2000 жыл басталған тіпті үйлерде бар деп естиміз.
демек 2 жылда бітіріп беріп отыр бұл үйді. Енді ары қарай кем кетігін